Әлем, қош келдіңіздер біздің YouTube каналымызға. Реалти Шымкент сіздермен осындай әдемі үйлерді бөлісуден шаршамайды. Мына бүгін сіздердің назарларыңызға осындай керемет үйіміз Нұртас мөлтек ауданындағы хит болып жатқан номер 1 үйімізді толық обзор жасауға келіп қалдық. Мінекей 10 соттық жер телімі, толық траверсенмен қоршалған осындай гранит, соңғы заманауи үлгідегі жоба. Мына брусчатканың бәрі таза, тас. Есігінің алдында барбекю зона, жаныңа не керек бәрі дайын. Мінекей керемет жоғарғы сападағы барбекю зонамыз бәрі мінекей уже дайын тұр. Осындай ең қымбат үйлердің бірі болып саналады. Мынау летняя кухня мына жерде шағын ғана үлкен витражный терезесімен. 10 соттық жер телімі, освещенияның бәрі жүргізілген, озелененияның бәрі егілген, автополив тұр, тамаша газон, керемет терраса, мінекей үйден шығып кететін терезелердің бәрі пятикамерный, мінекей әрі ыстықты, әрі суықты жібермейтін осындай ең жоғарғы сапада салынып жатқан үйіміз. Іші қазір қара жұмыстардың бәрі жүргізіліп қойған, толық бітпеген. Алдыңғы ауласын толық обзор жасадық. Осындай тамаша дизайнмен жасалынған үй. Қазір артқы ауласын көрсетемін. Артқы ауласында да біраз территория қалған. Ол жаққа жеміс ағаштарын ексеңіздер де болады, болмаса бассейн дейсіз ба. Арқасында жеп-дәру жер қалдырылған. Қаладан осыны сат жасап жүреді біреулер, или хозпостройка салам десеңіздер де. Қазір кеттік үйдің ішін тамашалайық. Бірнеше автокөлікке арналған навес, автоматтандырылған қақпа, центральная канализация. Дайын үй. Қазір үйдің ішіне кіреміз. Үйдің ішіне кіретін болсақ, үйдің ішін көпшіліктің сұранысы бойынша мына үйдің ішінде бүгін түсіруді дұрыс деп шығардық. Мінекей мынау кірген кезде осындай тамаша холл. Қазір көрсетем шетін. Мынау кухня. Мінекей ас бөлме осындай өте кең ас бөлме, холлға шығып кететін есігі бар, және террасаға да шығып кететін есігі бар. Осындай панорамный витражный терезелері. Мінекей төбе биіктіктері, мына өздеріңіз байқасаңыздар, бір 4 метрді құрайды. Осындай өте биік ас бөлме. Ас бөлмеде мына жаққа санторап қалдырылған. Және мына жерде жаңағы қолымыз. Бұл үйдің проектісі өте оригинальный. Мына қараңыздар, тамаша холл. 8 метрлік па, мінекей өте биік холл бар. Холлда мінекей мынандай жатын бөлмелер кеткен. Төбеде 4 бірдей жатын бөлмесі бар. Ауыр жұмыстарының бәрі жасалынып қойған, отопление жүргізіліп қойған, құмсыбақ істелініп қойған. Осындай тамаша үйіміз шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Даладан кірдік жаңа. Кірген кезде прихожая, мына жерде гостевой санторап, мына оригинальная лестница 2-ші этажға шығады. Мынау зал бөлмесі. Мінекей өте үлкен зал бөлмесі. Залда көріп тұрсыздар, 4 бірдей терезе қарастырылған. Жаңа мына холлдан ар жағында бір қазақша бөлме қалып кетті. Мынау жаңа ас бөлменің тура қарама-қарсысында мынау қазақша бөлмеміз бар. То есть или қазақша бөлме, или үлкен кісілер болса, үлкен кісілерге бір жатын бөлме 1-ші этажда қарастырылған. Теплый пол барлық жерде жүргізіліп қойған, отопительная система, су, свет, газ, барлық жұмыстардың бәрін жүргізіп қойған. Қара жұмыстар жоқ бұл жерде. Обойыңызды жабыстырып, летіңізді іліп, под евро уже дайын тұр. Кеттік 2-ші этажға. Баспалдақтан шықтық, сол жағында 1-ші жатын бөлме, ар жақта ұзын коридордан 4 бірдей жатын бөлме кеткен. Мінекей бұл мастер спальня. Өте үлкен, өзінің жеке санузел,
гардероб қарастырылған. И мынандай керемет, мінекей осындай балконы бар. Қараңыздаршы, не деген керемет көрініс. Қаланың бәрі как на ладони. Осындай тамаша балкон. Мастер спальнядан кеткен. Ауланы қараңыздар. Отбасылардың мастер спальнясы. Ар жағында енді 3 бірдей детская комната кеткен. Мінекей, мынау жағы баспалдақ. Мынау тағы бір шағын ғана бөлме. Детская комната өте үлкен панорамный терезелермен. Ал мынауымыз мінекей холлдың үсті. Мынау санузел. Екінші этаждың жүргізілген. Ар жақта 2 бірдей жатын бөлме бар. Мына жағында 1 жатын бөлме. Осындай детская комната. Мынау 4-те және де бір мастер спальня. Бұл жерде де мінекей өте үлкен бөлме, 2 бірдей жатын терезесі. И және мына жерде тоже өзінің гардероб и санузелі қарастырылған. Осындай тамаша үйіміз шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Нұртас мөлтек ауданында. Ұнап жатқан жандарға Реал Шымкент парақшасынан толық мәліметті ала